Сәния екеуміз жетімдер үйінде тәрбиеленіп өстік. Бала кезімізден бір нанды бөлісіп, өмірдің қызығы мен шыжығын бірге тарттық. Бір-бірімізге әпке мен сіңлідей бауыр бастық. Сәния сұңғақ бойлы, ақ құба өңді сымбатты қыз болатын. Әсіресе мөлдіреген көзі адамды бірден өзіне баулап алатын. Ақ көңіл, міні сол, бір ренжісе біразға дейін сөйлемей қоятын. Мен Сәния сияқты сұлу болмасам да сүйкімді, ел сүйсінер қылықты болдым. Екеуміз де сабақты жақсы оқыдық. Мектептегі қоғамдық жұмыстарға да белсене атсалыстық. Мұғалімдер жиі мақтап, басқаларға үлгі тұтатын. Сәния мен менің ең негізгі мақсатымыз мықты заңгер болу. Сөйтіп болашақта заңды күшейтіп, біз сияқты жетімдердің көзін жәутеңдетіп, кез келген жерге тастап жүре беретін көкек аналарға тосқауыл болу еді. Ұстаздарымыз да мектепті жақсы бітірсеңдер, тегін оқуға ілігесіңдер деп қуантып қоятын. Кейде Сәния мен бізді тастап кеткен ата-анамыз жайлы сөйлесіп, ойын біліп, мұңымды шаққым келетін. Өкініштісі, ондайда Сәния бірден сөзді бұрып, басқа тақырыпты қозғайтын. Кім біледі, ескі жараның аузын тырнағысы келмейді ме? Ал өз басым ес білгелі күн сайын ата-анам қайда, қандай адамдар? Бұлай тастап кеткені болса, неге өмірге алып келді? Болашақта кездестіремін бе деген оймен көзіме еріксіз жас келіп ұйқыға кететінмін. Көзді ашып жұмғанша мектепті бітіріп, емтиханды ойдағыдай тапсырып, Сәния екеуміз де ақысыз оқуға түстік. Өз үйіміз болмаса да, балалық шақты өткізген жетімдер үйімен қимастықпен қоштастық. Сөйтіп үлкен арманымызды арқалап, жоғары оқу орнының табалдырығын аттап, студентке арналған жатақханадан орын алдық. Бірақ бұдан кейін Сәния бірінші курсты екеуміз де үздік бітіріп, стипендиямызды көбейтіп, жаз басталып студенттер жапа-тармағай үйлеріне тарасып жатты. Біздің барар жер басау тауымыз болмаған соң, уақытты текке кетірмей, үлкен мейманханаға уақытша даяршы болып орналастық. Сөйтіп бірсыпыра киімімізді түгендеп алдық. Алда екінші курс күтіп тұр. Ол да жетті. Дәл осы уақытта біздің оқуымызға жаңадан Арман есімді жігіт басқа жақтан ауысып келді. Біз қатарлас болатын. Бой десе бойы, түр десе түрі бар. Жастардың тілімен айтқанда красавчик еді. Қыз-қырқынның бәрі соның соңында үйірілген жылқыдай үйіріліп жүрді. Бірақ сырты бүтін болғанымен іші түтіннің нағыз өзі еді. Ашық ауыз, қыздардың сезімімен ойнап, 2 күннің бірінде басқаруларға өзгертіп отыратын. Бұл қорыққа көп ұзамай Сәния да түсті. Оның осыншама жиіркенішті қылықтарын көріп біліп жүріп, Сәнияның қалайша оған иланғанына күні бүгінге дейін түсінбеймін. Өзіне талай айтып көрдім де. Алайда Сәния оны құлағына да ілген жоқ. Ол мені сүйеді деп қысқа қайратын. Бір күні бөлмеде жалғыз қалдым. Сәния жуыну бөлмесіне кеткен. Бір кезде біреу есікті тоқылдатты. Ашып қарасам, Арман екен келіп тұрған. Сәнияны іздеп келіпті. Бірақ 2 көзімен мені жеп барады. Көзі ойнақтап, мені бас салардай зығырданым қайнап, өзімді әрең ұстадым. Осы уақытта Сәния да келіп қалды. Дым болмағандай Сәнияның бетінен сүйіп, сыртта күтетінін айтып шығып кетті. Оған Сәния балаша мәз болып қалды. Арманның маған қалай қараған айтайын деп ақталдым да, артынан дұрыс түсінбей, әдейі айтып отыр деп қалар деп, тілімді тістеп барып қайттым. Мен кеттім, кеш келемін деп Сәния да артынша шығып кетті. Түннің бір уақыты болды. Сәния әлі жоқ. Ұйықтай алмай Сәнияны күттім. Таңға жуық ол да келді. Кішкене қызып алған. Шешініп төсегіне құлай кетті. Бастысы дін аман дедім де мен де жатып қалдым. Ертеңіне сабаққа барған да жоқ. Келсем буынып түйініп отыр. Мен Арманға тұрмысқа шығамын. Оқуды сырттай оқимын. Қазір Арман үйіне алып кетеді. Сол жақта қаламын, сау бол деп ештеңе түсіндірместен шығып жүре берді. Өмірдегі жалғыз тірегім Сәниядан осылай қол үзіп қалдым.
Осы кеткеннен Сәнияны қайтып көрмедім. Оқуды біржолата тастап кетті. Сырттай оқитын студенттердің тізімінде де жоқ болып шықты. Ең болмаса сол кезде мекен-жайында алып қала алмадым. Бүгінде мен 3 баланың анасымын. Заң қызметкерімін. Жолдасым инженер, ата-анасы қарапайым жандар. Менің жетімдігімді бетіме аспай жылы қабылдады. Алайда Сәнияның тағдыры күні бүгінге дейін алаңдатады.